Қайырлы күн достар, сендермен бірге біз Дом Рецепт каналы және де бүгінгі видеода біз YouTube каналға алғашқы рет влог түсіріп бастадық. Біз негізі бұл каналда тек рецепттерді түсіретін едік, бірақ қазір влогты түсіріп бастадық. Және де бүгін біз дастархан дайындап жатырмыз. Мұнда осылайына салфеткаларды қойып алдық. Және де столды дайындайтын боламыз. Бұның барлығын мен видеоға түсіретін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ендеше көп созбай видеоны бастаймыз. Біз бүгін таңғы асқа осындай тағам дайындаған болатынбыз. Бұл жерде күріш, тауық еті, жұмыртқа, оливье және винегрет салаты бар. Бұның рецепті біздің каналда бар, ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Бір жақсы жері барлығы бірге бір қазанда пісіп шығады. Толығырақ сіздерге описанияға ссылкасын қалдырамын, сол видеодан қарасаңыздар болады. Міне осында бізде картоп, сәбіз және қызылша пісіп жатыр, селедка под шубой салатына. Осында бізде осылай бешбармақтың қамырын дайындап қойдық. Мына жерде бауырсақты да илеп қойдық. Барлығының ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Міне біз дастарханға кәмпит, вареньяларды қойып шықтық. Қазір біз палау дайындайтын боламыз. Оған сәбіз және пиязды дайындап турап алдық. Ал мұнда біз самсаның қамырын дайындап шықтық. Және де палаудың етін кесіп алдық. Міне мұнда бауырсақтар пісіп жатыр. Палаудың еті мен пиязын қуырып бастадық. Міне біз мұнда жартысын қойып қойдық, және де бауырсақтың жанына нан, салат, соларды қоятын боламыз.这一次我真的睡着了。Міне достар, осымен біз бүгінгі влогты аяқтайтын боламыз. Бұл влог сіздерге ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Тағы да жалғастырып влог түсіретін боламыз. Ал қазірше келесі кездескенше.